Ақша, байлық, табыс. Елімізде бұрын соңды болмаған жаңа шоу подкаст. Қазақстан жұлдыздары, кәсіпкерлер, медиа тұлғалар ақша туралы не біледі екен? Қайрат Әділгерей жұлдызды қонақтардың сырын ашады. Байлайк, қаржылық сауатты арттыруға бағытталған тұңғыш подкаст. Жұлдыздар мен қонақтарымыз жаңа қырынан ашылады. 9 маусым. Есепшот YouTube арнасында. Әр қазақ бай болуға лайық. Армысыздар қазақ елі, құрметті Байлайк бағдарламасының көрермендері. Осыдан кейін қазір Тимполысты күтіп алақта, қамап тастайды. Таңғы табыстың 10%. Ондай сулифас не, сен бала емессің ғой, сен бизнесмен, меценат, инвестор болайын деп атқан жоқсың ба? Сайтып отырмын да, сынып отырмын. Неге электронда ақша шығып кетті жалпы? Маған ондай қатты қысым көрсетпеңіз. Ондай қарсылық білдірмеймін. Дұрыс сұрақтың жауабын білетін боламыз. Өшірет, дұрыс емес. Теңге қашан айналымға енгізілді? Неден алып отырмын? Жауап бер, Балтияз. Жауап жоқ. Нақты жауабын саған айтып көмектесем, барып жарысын бөлесің. Армысыздар қазақ елі, құрметті Байлайк бағдарламасының көрермендері. Біз сіздермен қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Біздің бағдарламаны көріп отырсаңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазып отыруға ұмытпаңыздар. Және де бізбен бірге белсенді отырған көрермендер болса, Жусан Банк атынан сіздерге керемет сыйлықты табыстайтын боламыз. Олай болса, біз бағдарламамызды бастайық. Ең алғашқы шоу-подкаст қазақ елінде Байлайк бағдарламасы ұраны әр қазақ бай болуға лайық мақсаты қарапайым халықты қаржылық сауаттыққа үйрету. Біз бастаймыз. Кеттік ал. Әдеттегідей біздің қонақтарымыз, жұлдызды қонақтар бізбен бірге ойын ойнайтын болады, сұрақтарға жауап беретін болады. Жалпы қаржы туралы өзінің ойын білдіреді, пікірін білдіреді, болмаса басынан өткен қаржыға байланысты лайфхактармен бөлісетін болады. Олай болса, ойынымызды бастамас бұрын ойынның шартын түсіндірейін. Ойын өте қызық. Бірінші түстен бөліп алыңыздар. Қайсысы? Серый, сұр, қара, ақ, морковный. Таңдау жоқ қой. Болдыңдар ма? Әкел, болды. Так, ойынның шарты былай. Алдарыңызда 5 бөлімнен тұратын ойын алаңы жатыр. Бөлімдер: тесік қалта, бизнесмен, инвестор, меценат және жусан деп аталады. Тесік қалта бизнесмен бөлімдерінің сұрақтары оңай әрі жауап нұсқасы жоқ. Инвестор, меценат бөлімдерінің сұрақтары қиынырақ десе де жауап нұсқалары бар. Ал соңғы бөлім жусанға жеткен ойыншыға біз өте қиын сұрақ дайындап қойдық. Әр дұрыс жауапқа 10 жусанмен келесі бөлімге өту мүмкіндігі беріледі. Қате жауап берсеңіз, жусан да берілмейді, келесі бөлімге де өте алмайсыз. Айтпақшы, екінші бөлімнен бастап қарсыласыңыздың сұрағына жауап беру мүмкіндігі бар. Дұрыс жауап берілген жағдайда 20 жусан еншілейсіз. Қате жауап берсеңіз, 20 жусаныңызды алып тастаймыз. Сондай-ақ 10 жусан төлеп, қосымша көмек сатып аласыз. 20 жусан төлеп, келесі бөлімге өте аласыз. Жусан алаңының сұрағына дұрыс жауап берген адам жеңімпаз атанып, жинаған жусанын ақшаға айналдыра алады. Сәттілік. Өте қиын, наданныйлар. Енді былай істейік. Бірінші біз қонақтарымызбен таныс болайық. Қасында отырған әнші, актер Қабдол Тілеков. Шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз. Ендімізге танымал әнші, актриса Эризат Берікова ханым. Қош келдіңіз. Бәсе, Жазира қайда кетіп қалды десем, Жазира жоқ болып кеткен себебі Мәскеуде 1 жыл бойы жұмыс жасап келген екен. Мәскеудегі Док театрының актрисасы, Мәскеудегі комедиялық импровизациялық «Есть приятные обстоятельства» шоуының актрисасы, еліміздің актрисасы Жазира Еркін қыздарыңыз. Браво. Және де актер Рауза сериалынан бізге танымал болған Айдар Асқар келіп отыр. Үшке түскісі келіп тұр. Ережемен таныс болдыңыздар. Ойынымызды бастайық. Жалпы
қаржыға келген кезде көбісі айтады, ой, мен қаржылық сауатым шамалы, мен бұдан өте алыс адаммын, маған қатысы жоқ деп ойлайды көбісі. Шын мәнісінде біз нарықтық экономика мен экономика, макро, микроэкономика, күндегі алыс беріс сату, тұтынушы ретінде, клиент ретінде, онлайн тапсырыс бергеннің өзінде де біз автоматты түрде осы нарықтамыз, экономикадамыз, қаржының ішіндеміз. Кез келген адам өзінің капиталын санайды. Үйден шыққан кезде мысалы 20 мың теңгені алып қоясың да, кофеге, чизкейкке, бір-екі штук темекі деген сияқты, такси деген сияқты алып қаласың, дұрыс па? Темекіні қойдың ба? Десек, оны айтамын. Сондықтан да, Қабдол, қазір мысалы миллионер болу өте оңай. Бұрындары, ой, миллионер болу, ол еңбектену керек, оқу керек, жұмыс жасау керек дейтін болатынбыз. Қазір 15 жасар баланың өзі TikTok арқылы, әлеуметтік желідегі Instagram арқылы өзін дамытып, өзін үлкен жетістікке жеткізіп, бірден миллионер атанып жатыр. Қабдол, сенің алғашқы миллионың қашан болды, қайда болды, неге болды, кіммен болды? Жалпы сен кіммен болдың соңғы кезде? Миллион, енді айлық табыс па? Теңге. Жалпы өзіңнің еңбегің үшін миллион алған кезің. Жинаған. Осыдан 2 жыл бұрын деп ойлаймын. 2 жыл бұрын? Иә, 2 жыл бұрын. Не істеп таптың сонда? Болды бір шаруалар. Адам саттым ғой, адам саттым. Бір шаруалар, оны қалай айтам мен деген. Жұрттың почка сатам деп кімге айтам де. Элизат, үйде отыр. Мен білем, 2014-тен тайым, сол кезде тауып жүрді мен көрдім. Луи Виттон киіп жүрді. Бұлар 1 миллионды 3-ке бөлетін де. 3 қыз. Айт, бәрін айт, біліп отыр. Ой, айтып қойдың ғой сен. Элизат. Шынымен де осыдан 3 жыл бұрын. 3 жыл бұрын. Или 4 жыл бұрын ба. Қандай жолмен? Киноға Киноға түсіп миллион тауып жүрсің ба сен? Не кино ол? бізде барып түсейікші десең. Да. Болды, уже түсіріп қойды. Уже түсіріп Кешігіп шығып қойды, иә? Сіз, Жазира, миллионды тауып, Қазақстанда табылмайтынды біліп, Мәскеуге кетіп қалдың ба? Сен Мәскеуден миллион қарыз сұрап жүрме бәрінен? Ақша беріңдерші, қиналып жатырмын деп. Мәскеуде не істедің? Мәскеудегі жаңалығымен бөлісші? Мен бүкіл жинаған миллионымды сойға барып құртып келдім. Құртып келдің? Иә. Яғни біздің елде тауып алып, басқа елдің экономикасының өсуіне септігін тигізіп келген сатқан деп қоясың. Мен өз-өзіме вклад жасадым ғой. Өз-өзіңе Иә. вклад? Яғни Мен оқып келдім. Мен тәжірибе жинап келдім. алмасып келдің. Иә. Алғашқы миллионымды сериалдың съемкасынан таптым. Жалпы Ресей аудиториясында азиаттық актрисалар қатты бағаланады деп жатады. Кино болсын, сериал болсын, сол рас па? Негізі иә, бірақ бәрі бірдей емес. Бәрі бірдей Ол жақта нарық үлкен, сондықтан да конкуренция жоғары, сондай. Айдар, миллион. Мен мысалы Айдардың тіпті бір апта бұрын миллион тапқанын естіген. TikTok'та тұрып, стримда. Аллаға шүкір. Батыл ойнап, 3 миллион теңге жинадың ба? Не істедің табасың сен? 3 миллион теңге жинадың деп қауесет естілді ғой. Бүкіл кингтар, ойымшылар хабар берді маған. 3 миллион болса да Аллаға шүкір. Шалқамыздан құлатты стримда деп. Айдар ағамызға мына проект қызық болып Ай, отыр. бұл проект бәріне қызық. Жоқ, осыдан кейін TikTok бар ғой, содан давай деп отыр ғой. 4 миллион ба, 2 Бәрі сағат. жалпы табыс көзінің кез келген түрі жақсы, адал болса. Адал болса. Бұл керемет тұжырым негізі. Адал ақша табылған болса. Қайрат аға, сізден сұрайын деп едім. Менен ештеңе сұрамаңдар, мен қу кедеймін. Миллиардты қалай тауып отырсыз, соны айтыңызшы. Айтпаймын. Жоқ, мен енді кішкене жинап алайын да, әлі прокат біткен жоқ. Содан кейін барлығына жария қылам. Енді қараңыздар, бәріміз миллион тапқан Қазақстан Республикасының жеке тұлғасымыз. Енді ол миллион тапқаннан кейін біз салық төлеу керекпіз ғой. Төледім. Онлайн төлеп шықтым әйтеуір. Элизат, сіз не істедіңіз? Салық төледіңіз ба миллионыңызды тауып алғаннан кейін? Шок. Осыдан кейін қазір Финпол сізді күтіп алады да, қамап тастайды десең. Мысалы, сіз өзіңіздің миллионыңызды, тапқан миллионыңызды Москваға жойып келдіңіз. Қаяқтан салық төлеп жатсың сен? Мен де онлайн төлеймін ғой. Бірақ онлайн салық төлейсіз. Иә. Енді біз миллион таппайық, жалпы елімізде ақша тапқанның өзінде де бірден бір экономиканың бір бөлігі, тұрақты экономиканың тұғыры ол салық. Мысалы, біз айтамыз, Америка сондай керемет мемлекет деп айтамыз, бірақ олар 40% салықты жеке тұлғадан, бизнеспен, кәсіпкерлерден жұлып алады.
Сонымен біз салық туралы өзіміздің пікірімізді біліп алдық. Сондықтан да жалпы қаржы туралы пікірімізді алмасып отырамыз. Ойын барысында бұл шоу, подкаст, ойын ойнап отырып, біз өзіміздің қаржы туралы мәліметімізбен бөлісетін боламыз. Олай болса, ең алғашқы айналым бірінші сұрақ тесік қалта. Тесік қалта деген сөз капиталы жоқ, ешқандай бизнесі жоқ, өзіне өзі сенімсіз әзірше адамдарсыздар тесік қалта алаңы. Так, Қабдол, сұрақ сізге бірінші. Сразу менен бастаймын. Бірінші сізден бастаймын. Сулифа, ондай жоқ. Ондай сулифас не, сен бала емессің ғой, сен бизнесмен, меценат, инвестор болайын деп жатқан жоқсың ба? Жындысың ба, қайдағы сулифа? Монета. Монета сөзін кімдер ойлап тапты? Тиын. 30 секунд жауап беруге уақыт бар. Содан кейін жауабыңызды айтасыздар. Қабдол өзінің жауабын айтқаннан кейін мен қарсылық білдіремін. Бұл сұраққа менің өзім жауабым бар деп капитал жинауға сіздердің мүдделеріңіз бар, хақыларыңыз бар. Бірақ бір адам қолдарыңыз көтересіздер. Я Елизат, я Жазира, я Айдар. Жауап бере алмаған жағдайда -20, яғни өзіңіздің біліміңізге сенесіз. Ал Қабдолжан, монета сөзін кімдер ойлап тапты? Мен сафаримді ашып алайын. Кімдер ойлап тапты? Біздер енді айта берейін ба жауабын? Иә. Біздер құйтты бірінде мектеп кезінде дәптерлерде, кітаптарда оқимыз, бірдеме сөзі грек тілінен дейміз ғой. Мен ойымша сол гректер олар деп ойлап отырмын, басқа вариант жоқ сияқты. Или андай варианттар бар ма? Жоқ, варианттар жоқ, бірақ әлі де логикаға жүгін. Гректен бұрын қандай ежелгі империя болды жер бетінде? Не ғой, нелер ғой, Египет солар ма? Дұрыс айтып отырмын ба? Египет те ежелгіге саналады. Дұрыс па? Дұрыс айтып отырмын ба? Жоқ, мен өзім осылай... Реакцияңызды естіп қалды дейсіз, болды. Грек... Мен ақшаны, мен ойлаймын, монетаны еврейлер ғой, ең бірінші ойлап тапқан деп ойлап тұрмын, мен солар ғой шығарған. Дұрыс айтып отырмын ба? Флот. Мына кәдімгі еврейге жыны келіп отырмын. Жоқ, жыны келіп отырған жоқ, солар бар деп ойлап отырмын, соларға ақша беріп отырмын. Яғни нақты соңғы жауабыңыз? деп ойлаймын. Екіншісі ме? Білмеймін, көрген. Сендер семейный ойнап жатсыңдар ма? Біз просто келісіп алғанбыз ғой, жаңағы ұтсақ екіге бөліп аламыз. Бөлмеңдер. Жоқ, сол елдің азаматтары деп ойлаймын. Ежелгі империялардың ішінде Грекия бар, Мысыр бар, сосын кім бар? Кімдер бар да? Арабтар бар, олар жатпаймын ежелге. Олар империя емес. Империя ма? Империя шулатқан, әлемді дүр сілкіндірген. Рим империясы. Енді осының үшеуінің ішінен нақты жауабыңды айтады. Рим. Стоп. Енді сіз қарсылық білдіресіздер ме? Жоқ, менің нақты жауабым бар. Плюс 20 жусанды капиталыма толтырғым келеді дейтін болсаңыз. Ал дұрыс жауап бере алмаған жағдайда сіз қазір 0 минутсыз, -20-ға кетіп қаласыз. Елизат, не дейсіз, үндемейсің? Жазира, что хочешь сказать деп Москведен келгенсіз орысша сөйлетсің. Орысша сөйлеуге болмайды, айтпақшы мына жақта. Болмай ма? Күнә. Айдар. Рим қолдаймын. Рим қолдайды. Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз, яғни сіз тек пікір білдіріп отырсыз. 20 жусан табуға ешқандай ниет жоқ. Кеттік ал. Тәптіке. Римдіктер, шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Браво, мен болды, кете берейін ба? Арасында үстіп сұрақ қоямын да, өзім сіздерге көмектесіп отырамын. Менің сөзіме мұқият қараңыздар, артикуляцияға мұқият қараңыздар. Бірақ кейде сіз дұрыс жауап беріп отырсаңыз, сіздің дұрыс жауабыңыздан мен тайқып кету үшін де әрекет жасайтыным бар. Өйткені мен Жусан банкінің 14% акция иегерімін, маған ақшаның шықпағаны дұрыс. Олай болса, қайсет сіздікі түс? Менікі мынау. Тесік қалта алаңынан бизнесмен алаңына өтті, және де плюс 10 жусан қанжығаңызда. Елизат Берікова Ақтөкем Кешью тобының бұрынғы экс-әншісі, кейін күйеуге шықты, дүниеге перзенттер алып келді. Қанша балаң бар? 6 балаң бар ба? Екеу. 2 кішкентай балапаны бар. Ұл, қыз? 2 ұл. 2 ұл. Қайсысын қатты жақсы көресің? Екеуі де керек ба саған? Иә. Дұрыс. Сондай сұрақ қойыпсың. Елизат, сұрақ сізге. Ақша пайда болғанға дейін адамдар қалай есептесті? Қандай заттар төлем құралы болып табылды? Мысалы, қағаз ақша жоқ, монета жоқ, не істейді? Жалпы ақша деген ұғым жоқ ол кезде. Біз бұл сұрақ біртүрлі баяғы біздің эрамызға дейінгі сұрақ болып көрінгенмен, ол осы күнгі заманда да біз қолданып келе жатырмыз, тәжірибеде пайдаланып келе жатырмыз. Мысалы, сіздің подписчигіңіз, қанша подписчигіңіз бар? 300 мың. 300 мың. Сізге жарнама хабарласады. Нұсқаларың бар ма?
Біз әйел адамның бетіне жағатын кремнің фирмасымыз, біз сізге бір ұсынысымыз бар дейді сосын. Ал, мен енді барымша сізге подсказка Мен ойлаймын 30 секунд уақытыңыздың 2-ақ секунды қалды. Жауап. алтын мен деп ойлаймын. Яғни алтын ол алтын болмысы, бірақ ол түбіне келгенде ол металл. Енді иә, былай неме қарағанда. Құрсын бұрынғы заман алтын болмаған ғой. Неге болмаған? Жындысың ба? Алтыннан бұрынғы заманда, осы бағдарламада мен білдім, тұзбен есептескен екен кейбір замандарда. Тұз алтыннан бағалы болған екен бір замандарда. Қаржылық сауатты арттыратын бағдарламамыз байлайк. Құрметті көрермендер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, және де бізбен бірге болыңыздар. Элизат, жауабы? Алтын. Алтын. Стоп. Қарсылық білдіріп, капиталына 20 жусан жинағысы келетін бар ма? Не дейсіз? Жазира. Ал, Жазира. Мен ойлаймын айырбас деп. Айырбас, яғни Қазіргі тілмен ол бартер. бартер. Иә. Стоп, кеттік ал. Дұрыс жауабы. Тастар, зығыр, маталар, күріштің дәндері алтын. Шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз. Элизат Тасқаладан, қайсысы сен Белый, Элизат? на опять. Тасқаладан бизнесмен алаңына өтті, және де плюс 10 жусанға ие болды. Жазира нең бар еді? Яғни бірнеше жауап болуы мүмкін, иә? Бірнеше жауап болуы мүмкін. Жалпы бұл сұраққа бір жауап бермей ақ қойсаңыздар да болады. Ауқымды жауап берсеңіз, соның ішіне біреуіне болмаса да біреуіне тиесілі болады. Жазира минус 20, өкінішке орай, келесте ойланыңыз, ақылдасыңыз, өзіңіздің ішкі түйсігіңізге жүгініңіз. Ал, ары қарай жалғасайық. Элизат, молодец. Алтын деп мен ойламадым, мен бүйтіп жүргенде ойлаған жоқпын. Мен сізді андай оқыған. Молодец, Элизат. Енді, мына қара, бизнесмен алаңынан, инвестор алаңына өтсең, қойылған сұрақтың 4 бірдей жауабының нұсқасы болады. Ол кезде жеңілірек болады. Бірақ сұрақ ауырлау. Біздер бизнесмендер болып шай ішіп алсақ болады. Мына екі қусирақ. Қалтама, не қалды? Екі қусирақ. Так, Москвадан келген. Біреуі же минусқа кіріп отыр. Біреуі минусқа кіріп алған еще. Сізге сұрақ. Электронды ақшаның шығуына не түрткі болуы мүмкін? Логикаға жүгінсеңіз де болады. Нақты дерек болса, ол дерекке де жүгінсеңіз болады. Неге электронды ақша шығып кетті жалпы? Не керегі бар еді? Бәріміз ақшамен жүрдік қой. Соңғы бір 4-5 жылда бәріміз электронға шығып кеттік. Мысалы, сенің қалтаңда қанша бар? Қолма-қол ақшамен. Элизат, қанша бар қалтаңда? 1 миллион. Қалтаңда? Сумкамда, қалтамда жоқ. Сумкаңда? Жоқ. 1 миллион жатыр ма не? Бағдарламаны пауза қоя тұруға болады ма деп? Сумкам гүлде деп па? Қазір қалтаңда қолма-қол ақша қанша бар? Жоқ. Жоқ. Барлығы электронды. Бәрі электронды. Айдар, сенде қанша бар? Жоқ. Бәрі электронды. Электронды. Осы ақшаның шығуына не түрткі болуы мүмкін? Жазира, бұл сенің сұрағың. Валютаның құнсыздануы ма? Или ыңғайсыз болуы ма? Қолма-қол ақшаның қолданысқа түсуінің ыңғайсыздығы. Барлығы электрондыға ауысып кеткен. Жалпы электронды деген сөздің мағынасы. Сұрақ электронды деген жалпы мына жақта банктегі жақтыған ақшамыз ба, немесе криптовалюта ма? Жоқ, бұл жерде ол емес. Жалпы электронды ақшаның шығуы криптовалютамен бірге шыққан жоқ қой, электронды ақша. Ол әуелден шығып кетті ғой. Жалпы электронды нәрсе не басталды мысалы? Бұрын хаттарды біз құстар арқылы жіберетінбіз, кейін біз хат арқылы жіберетін болдық, жазып, сияменен батырып. Содан кейін электронка шығып кетті. Не шықты? Біздер мысалы бұрын халықаралық звонок жасау үшін үйден звондай алмайтынбыз. Асықпа, Айдар. Бітті, мен енді одан артық сізге подсказка бере алмаймын. Жылдамырақ болу үшін. Жылдамырақ болу үшін. Нақты әрі соңғы жауабыңыз ба? Айдар не деп Айдарға тиме, Айдар өзіне қазір капитал жинақсын отыр. 20 жусан. Бірдеңе шығып кетті, содан кейін амал жоқ, электронды ақша шықты. Бірдеңе шығып кетті, мына эволюция болып кетті, дамып кетті. Содан кейін амал жоқ, электронды ақша шығып кетті. Соңғы нақты әлі жауабыңыз Москвадан келген ханым.
Жазира. Москвадан келіп білмей қалсаңыз. Ителіп кеттім. Келіп кеттім. Маған ондай қатты қызық көрсетпеңіздер. Бәсе бір иіс бар. Оны айтам. Жазира. 30 секунд уақытыңыз өтіп кетті. Тез етіңіз. Иә. Жылдамырақ болу үшін. Жылдамдық Ол үшін. менің Яғни нақты уақыт сұрағым. үнемдеу Ой, жауабым, жылдамырақ иә. болу үшін. Айдар қарсылық білдірем деп 20 жусан өзінің капиталына жинақсы келеді. Айдар тыңдап Иә, тұр. менің нұсқам жалпы әлеуметтік ғаламтордың пайда болуына себепті. Ыңғайлылыққа. Интернеттің ба? Интернет, иә. Интернеттің пайда болғаны көп болса бір 15-20 жыл деп айтайықшы. Электронды ақша ол одан бұрын болды. Пікір алмасып отырсыз ба әлде қарсылық білдіріп? Пікір алмасып отыр. Пікір алмасып отырмын деді. Резко секіріп кеткенше. Дұрыс Үйтіп жауап. айтуға болатын ба еді негізі? Дұрыс жауап. Кеттік. Телеграфтың ойлап табылуы. Мен сізге айтып отырмын ғой. Қос құшат, хат жібереді, кейін қолмен жаздық. Содан кейін бір нәрсе шығып кетті. Халықаралық звонок жасау үшін деді. Сіз маған телеграфтың не екенін білесің ба деп сұрасаңызшы. Мен білмеймін ғой даже. Телеграмның қосыңыз кетсе қойсам. Өкінішке орай тесік қалта алаңында сіз қалай бересіз және өзіңіздің сұрағыңызға жауап бере алмағаныңыз үшін -10 жусан сіз пікір ғана алмастыңыз. Қарызға бермейсің. Қазір қызықты көкесі басталады, қарызға беруді қоя тұр. Қазір ешкім қарызға бермей қалады, кез болады. Ал, Айдар мырза, банк картасының бет жағындағы 16 цифр нені білдіреді? Барлығымызда банк карточкасы бар. 16 цифр бар, 4-4-тен. Сол нені білдіреді? Ол неге ол карточканың бетінде 16 цифр, неге 16 әріп емес? Ол цифр қайдан алды банктағылар? Қайдан алынды? Қызық сұрақ, мен білгім келеді. Бұл қызық. Жалпы Күнделікті қолданып жүрген біздің заттарымыздың қаржылай сауатымыз болмағанын біз білмейміз, бірақ оны тәжірибе жүзінде асырып жүрміз да. Енді осы жерде сіздер не істеп жүргеніңізді, қандай нәрседе қиын қолданып сәттерде жүргеніңізді. керек болады ғой. Айдар, 30 секунд уақытыңыз кетті. Банк картасының бет жағындағы цифры нені білдіреді? Мысалы, оның алдында біздің иініміз бар, мысалы. РНН-іміз болды. Жалпы әр адамға, әр қолданушыға, Жеке тұлғаға жеке өзінің цифрлік номері тіркеледі. Ол яғни сол абонент, сол адам, сол ғана қолдана алады деген сөз. Жеке 16 цифр нені білдіреді? Жеке номер? Жеке қолдаушының. Жеке тұлғаның қолданушының. Жеке номері банктағы. Ал. Қосыламыз ба? Қарсылық білдірмейміз ба? Капитал жинамаймыз ба? Кеттік. Айдардың дұрыс жауабы. Картаның қай елден, қай банктен шыққанын төлем жүйесін көрсетеді. Енді Айдардың жауабы дұрыс жауапқа жақындады, бірақ толыққанды болмағаннан кейін сіз тесік қалта алаңында қала бересіз, бірақ сізге плюс 5 ұпай қосылатын болады. Керемет. Хоп ма? Хоп. Олай болса, Сая ханым, менің әріптесім Сая, бірінші айналымның нәтижесін бізге қорытындылап жіберсеңіз. Құрметті көрермендер, сонымен бірінші айналым нәтижесі бойынша Қабдол мырзада плюс 10 жусан, Элизат ханымда плюс 10 жусан, Жазира ханымда минус 30 жусан, Айдар мырзада плюс 5 жусан. Плюс 5 жусан. Бізде Қабдол мен Элизат алға шығып келе жатыр, және де өздерінің бизнесмен алаңын, яғни тесік қалта алаңынан бизнесмен алаңына көшіп алды. Олай болса, екінші айналымды бастайық. Қабдол, сізде сұрақ. Қабдол, сен тесік қалтадасың ба, бизнесмендесің ба? Мен бизнесмен сенің болып түсің қандай? Не ғой, мына ат цветі қандай? Аранжыршы. Орысша болмайды Так, екен. Адам Смиттің пайымдауынша, Адам Смитті білесің ғой? Нурик Смитті өлем, Нурик Смитті өлем, бірақ. Уилл Смиттің арғатасы. Нурик Смит бізден. Нурик. Адам Смиттің пайымдауынша бұл халықты байытудың жалғыз жолы және кез келген мемлекеттің дамуын көрсетіп, оған сұранысты арттырады. Экономист не туралы айтып отыр? Адам Смиттің пайымдауынша бұл халықты байыту. Варианттар жоқ па мына жерде? Жоқ, варианттар мына жерде болады. Инвестор мен меценатта. Пайымдауынша бұл халықты байытудың жалғыз жолы және кез келген мемлекеттің дамуын көрсетіп, оған сұранысты арттырады. Сен жаттап отырсың ба сен? Жаңа түсініп алып отырмын, экономист. Адам Смиттің пайымдауынша экономист не туралы айтып отыр? Бұл дейді, осы зат, халықты байытудың жалғыз жолы және кез келген мемлекеттің дамуын көрсетіп, оған сұранысты арттырады дейді. Адам не істесе байиды, мысалы?
сауда А? болса, саудагер болса, сауда жасаса. Саудада басын қалған. инвестиция жасаған кезде ма? Смотри. Инвестиция. Енді инвестиция, инвестор болуға дейін ол еңбектеніп капитал жинау керек қой. Мысалы, сенің үстіңдегі киіміңді біреу тікті ма? Тікті ғой. Не істеп тікті? Еңбектеніп тікті. Иә. Оны еңбекшінің тіккен футболкасын бұл тауар болып саналады. Оны алады дағыны тұтынушыға сатты. Сонда не болып жатыр? Қандай процесс болып жатыр қазір? Сол саудаға дейінгі шаруа ғой бұл дейтін. Сауда дейтін алғаннан кейін барып сатып, сосын ақшаға табады ғой. Мысалы, бір қалаларда заводтар болады, фабрикалар болады, кішігірім фермалар болады. Оның барлығы не біздің экономикамызға күш беріп дамытып отқан? Осыны арттыру керек деп отыр ғой. Иә. Деп істеуге болады. Асықпаңыз. Так, мен аны екеуін көрсетіп 30 секунд уақытыңыз бітті. Жауап. Инвестиция деп не істейін енді? Инвестиция емес қой, бірақ енді қалай енді? Абай атамыз айтады, еңбек етсең ерінбей, еңбек тояды, қарның тіленбей. Енді еңбек қай жерде жасайды адамдар еңбекті? Қай жерде жасайды мысалы? подвалда. Яғни еңбекпен тоқталасыз. Жоқ, еңбек жасайды ғой, енді еңбек жасағанды қайда жасайды енді адам дейтін, мысалға. Мен саған сұрақ қойып отырмын, нең бар маған сұрақ қойып? Соны енді жарап келтіріп алайын деп тұрмын ғой. Так, еңбекке тоқталдық. Сіздің қарсылығыңыз бар ма? Қарсылық, иә. Қарсылық бар. Дұрыс жауап берсе, егерде сіздің сұрағыңызға. Менде де қарсылық. +20. Бір адам қарсылық білдіре алады. Кеттік, Айдар, тыңдайып тұрмыз. Давай. Тебе надо. Ал, Жазира. Мен 30 Жазираның қарызынан құтылуға көмектесіп жатыр, Айдар. Жолын өзіне беріп жатыр Жазираға. Жазира, кеттік ал. Өндіріс. Өндіріс, өнеркәсіп. Иә. Стоп. Дұрыс жауап. Сенге тағы да минусқа кірдің ба? Асықпа. Сенікі мынау ғой. Иә. Бизнесмен алаңынан инвестор алаңына өтті. Енді бұл сұрақтарға, қабдолға қойылатын сұрақтарға 4 жауап, 4 нұсқасы болады. Бірақ Жазираның еңбегінде еш кетіруге болмайды. Өйткені жауабы нақты болмаса да сол жауаптың айналасында. Яғни еңбекті адам қай жерде жасайды? Өнеркәсіпте, заводта, фабрикада. Ол завод, фабрика барлығы өнеркәсіп, өндіріс болып саналады. Сондықтан да сізге +5 ұпай. Оған да рахмет. Оған да шүкір деп қояды. Әйтеуір балаларға құрттай не болса да әйтеуір. Таксима болса нан мен болды. май болса да әйтеуір деп. Элизат Берікова. Сізге сұрақ. Америкалық экономист Торстейн Веблан 19 ғасырдың 20 жылдарында сауданы ұлғайтудың психологиялық әдісін сипаттады. Қазір бұл тәсіл Веблан парадоксы немесе Веблан эффектісі деп аталады. Сонда оның негізгі мәні неде осы эффект пен парадокстың? Ойбай, что за вопрос? Кейде сұрақ өзінің жауабын айтып тұрады. Иә. Парадокс. Америкалық экономист Торстейн Веблан 19 ғасырдың 20 жылдарында сауданы ұлғайтудың психологиялық әдісін сипаттайды. Психологиялық әдісін. Бұл тәсіл Веблан парадоксы, Веблан эффектісі деп аталады. Оның негізгі мәні неде? Не үшін бұл қандай мәнге жүгіне отырып осы эффект пен парадокс тәсілін ойлап тапты? Психологияға. Қандай психология? Ұлғайту психологиясы. До конца оқып. Мен айтамын. Өзін ойлайын енді. Енді біз айтамыз, мысалы, өзімізбен өзіміз дүкен аралап жүрген кезде, мысалы, күшті зат тұрады да, сен өзің ойлайсың, мына зат қымбат тұратын шығар деп. Қанша деп сұраған кезде, арзан бағаны айтып қойған кезде, а неге арзан? Дейді. Значит, Яғни, психологиялық әдіс ол ақша табу әдісі. сауданың психологиясы болмайды. Жоқ, сауданың психологиясы болмaz, саудада адам ғой. Иә. Сол адамның психологиясы, ақша табудағы психологиясы. Веблин эффект, осы күшті эффект береді. Осы парадокс, таң қаласың. Осыны істеген кезде осындай болып жатыр. Парадокс, эффект нәтижесі. 30 секунд уақытыңыз өтті. Элизат? Психология дей салыңызшы. Құр, мен саған сонша нәрсені айтып жатырмын. Түсінбедім. Аз андай психология. Мен саған айттым еще, мына тұрған товар арзан болып қалса, неге арзан деп ойлап қаласың? Қымбат болса да оны барлығы алады.
қымбаттап жатыр екен, тезірек алып қалайық дейді. андай эффект. Сол ғой эффект. Не, қандай эффект? Не істейтін? Удивление Удивление ол қалып таңғалу. таңғалатын эффект па? Таңғалатын эффект. Шоковый эффект. Шок эффект. Все? сол жауап Адамның психологиясын айттың. Иә. Сол психологияға итермелейтін осы әдіс бұл. Ой, не әдеп үшін еттік па? арзандатып қояды дейді ғой, не үшін арзандатып қояды? Скидка ма? Жоқ, арзандатып қояды. Осының антонимі, скидканың антонимі. Скидканың антонимі. Сергей, Антон. Мә, саған мен миым ашып кетті. Миың ашқан жоқ. Сен просто миың Скидканың бұндай информация антонимі көптен бері қабылдамаған. сол ғой. Екі түріне Скидка арзандату. А бұл эффект. Көбейту. Яғни бағаны Жоғары көтеру. Бағаны жоғарылату. жоғарылату. Иә. Нақты соңғы Иә. жауабымыз. Бағаны жоғарылату. Кім қарсылық білдіріп 20? Телекету. Жусан жинап капиталын көбейткісі келеді. Бағасы өспестен болды, өшіп қалды. Дұрыс жауабы. Тауардың бағасын өсіру арқылы көп сату. дейді. Әне, дұрыс. Яғни қымбаттату арқылы, өсіру арқылы, көтеру арқылы. Ойбай, Элизат, сен қайда тұрсың қарағым? Айналып, иә. Бизнесмен алаңынан инвестор алаңына өтті. Плюс 10, Элизат. Енді қарап отырсаңыз, шынымен де бір товар аз болып тұрады да, бағасы арзан болып тұрады. Бір товарды қымбат жатып жіберсең, ол наоборот арзан нәрсе өтудің орнына қымбат нәрсе өтеді да, сұраныс көбейіп кетеді. Осыны психологияға енгізгенде соны парадокс берген ғой. Соны эффект, Веблен эффектісі дейді. Ал, аққөкем, айнадай, москвичке. Қаншама қарызың бар, қарағым, қарызыңнан құтыл, ыржалақтап отыра бермей. Так, сізге сұрақ. Бұл енді оңай сұрақ. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге қашан айналымға енгізілді? Айтпақшы, құрметті көрермендер, теңге деген сөз біздің қазақтың сөзі. Орыстардың денге деген сөзі теңге деген сөзден алған екен. Лингвистикалық тарқатуы. Осыны да біз байлайық бағдарламасын жүргізіп отырып білдік. Керемет мағлұматтар алыңыздар, біздің бағдарламаны қараңыздар. Және де лайк басып пікір қалдырыңыздар. Керісінше емес па? Не керісінше емес па? Деньги дегенді теңге деп айтып кеткеніміз. Жоқ. Өйткені біздің қазаққа Русь империясы дань төлеген. Алым беріп отырған, салым беріп отырған. Сонда олар теңгемен алып келіңдер деген кезде, блин, они спрашивают, тенге деп кеткен. Ал, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге қашан айналымға енгізілді? Біз осы теңге күні деп бір-бірімізді құттықтап жатамыз. Бір-бірімізді құттықтамасақ та бүкіл афишаларда ілініп тұрады. Күзде деп айтайыншы? 97 жыл. Біз 91-де тәуелсіздікті алды, 6 жыл бойы теңгесіз жүрдік пе не? Ты знаешь? Бірінші 91 жылдың декабрінде біз тәуелсіздік алдық. 92-де бірден теңгені айналымға сала алмаймыз ғой. Біз әлі әлсіреп тұрған мемлекет, әлі ана советский ақшадан құтыла алмай миымыз ашып отырмыз. Нарықтағы бағаны тұрақтандыра алмай отырмыз. Қай жылы шықты? Жылын айтшы, жылын айтсаң бітті, дұрыс жауапқа мен санаймын. Күнін айтпай қойын. Астықпа, сіз қарсылық білдірем деп айтасыз. Нақты әрі соңғы жауабыңыз, уақытыңыз өтті? 93. 93. Сіз қарсылық білдіресіз ба? Иә. Қандай? 2000 жыл. Онда қарсылық білдірмеймін. Мен айтайын құрсын, 91-ден 9 жыл бойы теңгесіз қалай жүресіз? Жаңағын айтты ғой. Дұрыс жауабы. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге 93 жылы 15 қарашада айналымға енгізілді. 15 қараша, ұмытпаңыз, сіз қаяқта жүрсіз? Тесік қалтадасың ба? Қайсысың сен? Сұрма қарама. Сұр, тесік қалтадан бизнесмен қалтасына өтті. Плюс 10 жазирада, ойбай, әлі қарайған қарыз бар. Элизат, 10 бармайлы қыз. тұрыш отыр, ойланып отыр. 2000 Лучше айтпай қойыңызшы. Элизат, сен еще плюс 10 капиталмен ең бай қыз болып отырсың осы ортада. Айдар, кеттік ал. Картаның екінші жағындағы CVC коды немесе 3 цифр көп жағдайда не үшін қажет?
до конца картамыз Біз мысалы Картаны эле болду. картаның номерін ешкімге біреулерге айтсақ айта беруіміз мүмкін, бірақ CVC кодты ешкімге айтпаймыз. Не үшін пайдаланады? Қандай жағдайда? Мысалы, Бул CVC. айта бер. Жоқ, айта беріңіз. Мысалы, сіз бір затты сатып алатын болсаңыз дүкенде, сізге CVC-дің керегі жоқ. QR-мен төлей саласыз. Қандай жағдайда CVC-ді Копия қолданасыз? код ретінде. Копия код ретінде. Иә. Ол сол CVC-ді сен көрсетпесең, ол товарды сен ала алмай қаласың. Жоқ, товарды ала алам. Ала алмайсың CVC-сіз. Мен сізге күшті не жасап беріп отырмын. Дұрыс айтыңдаршы. Подсказка. Енді мен саған подсказка беремін. Ештеңе бермеймін вообще. Кетші бар, мен сенбей жүрмеймін десең. 30 секунд уақытыңыз қалды. Қалды емес, уже бітті. Қайта оқышы. Картаның екінші жағындағы CVC коды немесе 3 цифр көп жағдайда не үшін қажет, не үшін пайдаланады? Екінші айналымның аяқ жағы. Ал. Қателеспесем жаңа Нақты әрі айтылды. соңғы Жаңа жауап. айтылды. Айдар, кеттік ал. Айдар, элементарно, сен онымен пайдаландың, неше рет, мен өтір айтпай қойын, күніне деп айтпай қойын, жылына бір 4-5 рет сен пайдаланасың ол затпен. билет алғанда да Міне. Стоп, Екеуміз- тыныш отыр. екеуміз жүргіземіз аға. Екеуміз жүреміз. 14%-ке кіргім келіп тұр Иә. Жусанның. Айтпақшы, Жусан акциясы сатылатын кезде тұтынушыларға хабар береді, акционер болуға әбден болады. Тек капиталыңыз дайын тұрсын. Мен просто инвестормын да, просто болады шығарды. Айдар, кеттік ал. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Өкінішке орай, Айдарда жауап жоқ. Қарсылық білдірем, капиталыма 20 жусан жинағым келіп отыр дейді. Қабдол, кеттік, тыңдай. Ойбай, сразу не? Тыңдай. Жоқ, жаңа билет алған кезде сондай нелерде тауар андай, онлайн тауар алған Онлайн кезде товар. Стоп, кеттік ал. Дұрыс жауап. Ғаламторда төлем жасау үшін қолданылады. Дұрыс айттың ғой да? Ғаламторда. Дұрыс сенікі, дұрыс. Плюс 20 Қабдолда. Өкінішке орай, сіз қай алаңдайдыңыз? Тез қалтада қалдыңыз, және де өз сұрағыңызға жауап бере алмай Ничего, қалдыңыз. мен Өкінішке жақын орай, Айдар, Менікі 10. аранжерші ғой. Ойбай, мен саған сонша айтып жатырмын. Интернет арқылы алатын болсаң, сен CVC кодты жазасың. Билет деп айтып қалған. Билет, мысалы, онлайн покупка, интернет арқылы. Все, кеттік. Былай қарап отырсаң, күнделікті пайдаланып жүрген нәрсе. Бірақ саған бұл жерде терминология арқылы жеткізіп жатыр да. Сондықтан да барлығы ойлайды, мен қаржылы сауатсызбын деп. Сауатсыз емессің. Сен қаржылай сауатыңды арттырсаң, күнде оны тәжірибеде қолданып жүрсің. Ал менің сұлу да сымбатты әріптесім Сая екінші айналымның қорытындысын қорытындылайықшы бірге. Екінші айналымның қорытындысы мынандай. Қабдол мырзада плюс 40 жусан, Элизат ханымда плюс 20 жусан, Жазира ханымда минус 15 жусан, Айдар мырзада минус 5 жусан. Минус 5. Айдар ханым. Ал, кеттік. Үшінші айналым. Лым. Менде Қабдол, нелер бар ғой. сен қайда жүрсің, Қабдол? Мен қазір инвестор болып Мынаусың ғой сен, инвестор. Сұрақ көрдіңіз бе? Тезірек инвестор мен меценат алаңына өтіп кетсеңіз, сұрақтың 4 бірдей жауабы болады, нұсқасы. Банкоматта картаңызды бұғаттағанға дейін неше рет пин-код енгізе аласыз? А 3 рет, 5 рет, Б 10 рет, В сағатына 2 рет. Банкоматты картаңыз бұғаттаған дейтін сөз. Бұғаттаған блок. Блоктаған уақытта неше рет пин-код енгізе аласыз. Блоктаған уақытта 10 рет, жоқ 10 рет. Сіз банкомат карточкамен пайдаланасыз ба? Әрине. Банкоматқа карточкаңызды сұғасыз. Әлбетте. Пин-кодыңызды тересіз. 1 рет тердіңіз, 2 рет тердіңіз, 3 рет тердіңіз, 4 рет, 5 рет, 6 рет, 7 рет, 8, 10 рет тергеннен кейін барып, не болады? Блоктанылады. Блокқа тығып қояды, Иә. банкоматын жұтып қояды. Сол неше рет пин-кодты енгізгеннен кейін? Мен ойымша 3 рет, 5 рет, 10 рет, сағатына 2 рет. Сағатына 2 рет дейтін келмейді-ау. Себебі 3 рет 30 секунд уақытыңыз өтті. Нақты соңғы жауабыңыз? 5 рет. Нақты. Соңғы. Так, или әлде 10 рет емес шығар, істеймін. Жоқ, 10 рет бекен елі. 10 рет бермейтін шығар. 10 рет тұрмайтын шығарсың енді жерде. 5 рет. 5 рет. Қарсылық. Қарсылық білдіретін Айдар мырза, тыңдап тұрмыз.
нұсқасы. Дұрыс жауап. Кеттік. Банкоматтағы картаңызды өшірет, дұрыс емес. Пин-кодыңызды тексерсеңіз, сіздің банкоматыңызды жұтып қояды карточка. Карточкаңызды. Содан кейін блокқа тығып қояды. Информацияны жұтып қойды. Өкінішке орай Қабдол өзінің сұрағына жауап бере алмай -10-ға шегерілді, және де өзінің инвестор алаңында қалды. Сәйкесінше сіздің сұрағыңызды пайдаланып өзінің қарсылығын білдіріп, сұраққа дұрыс жауап беріп, Айдар плюс 20 жусанға ие болып отыр. Міне. Біреудің сәтсіздігінен біреу пайда көріп, жемісін көреді. Әдемі. Бұл өмірде де солай, бизнесте де солай. Бұл әшейін ойын ғана болған. Ал Елизат жайлы Гуглға кіріп қой. Жоқ, я просто Балаларды сағып кеттім ба? Кеттік ал. Қаржылық сауаттылықтың алғы шарттарының бірі қаржылық еркіндік. Сонымен, қаржылық еркіндік дегеніміз не? А. Тапқаныңыздан аз ақша жұмсау. Айына миллион табу. Б. Қалаған нәрсені сатып алу. В. Бағлық нұсқа дұрыс. Логикаға жүгінесіз. Қаржылық сауаттылықтың алғы шарттарының бірі қаржылық еркіндік, яғни еркін өзіңді сезінесің. Сен байсың ба, кедейсің ба, яғни өз-өзіңе жеткілікті қаржы тауып жатсың ба, ең бастысы еркіндік екен бұл жерде. Қаржылық еркіндік дегеніміз не сонда? деп ойлаймын. Тапқаныңыздан аз ақша жұмсау. Ол еркіндік болып санала ма сонда? Сен тауып отырсың, ақшаны аз Қалаған жұмсайсың. нәрсені Сатып алу. сатып алу ма, сонда еркіндік? 30 секунд уақытыңыз өтті. Елизат 4 жауаптың нұсқасы тұр. 4-інің біреуі дұрыс жауап. Қалаған нәрсені сатып алу шығар. Қалаған нәрсені Б. Қалаған нәрсені. Мысалы, сіз өзіңіздің тапқан ақшаңыздыға қалаған нәрсені ала бересіз ба? Баланың садигі тұр, тамағы тұр. Өзіңнің бір-екі кредитің бар, анша-мұнша. Ара сенің косметиканың өзі бәленбай мың ақша. Өзіңізді еркін сезініп ала аласыз ба қалаған нәрсеңізді? Мысалы, миллион десе ол әркімде әртүрлі ғой. Мысалы, басқа жақта мүмкін миллион ол аз болуы мүмкін, бір жақта көп болуы мүмкін. Ол вариант емес. Көп адам миллион таба бермейді. Көп адам миллион таба бермейді. Барлық нұсқасы дұрыс шығар оны. Дұрыс жауабы барлық нұсқа дұрыс деп тоқталып отырсыз. Сіздер қарсылық білдіре аласыз ба? Қарсылығым бар. Мынау Жазираң деген қарағым сәл 5 жусан отырып қарыздан құтылып еді, қайтадан шықты құтырып. Жазира басқа тимейді. Ал Жазира, қарсылығыңызды тыңдаймыз, жауабыңыз, өзіңіздің нұсқаңыз. Тапқаныңыздан аз ақша жұмсау. Тапқаныңыздан аз ақша жұмсау. Жазиранікі А нұсқасы, Елизаттікі Б нұсқасы. Дұрыс жауап. Тапқаныңыздан Мен жаңа айттым ғой. Енді нақты жауабыңыз деп сұрадым. Мен тайдырып жібердім. Элизат, өз алаңыңызда қала бересіз. Сізге -10. Керісінше Жазира плюс 20. Құтылды ма? Көрдіңіз ба? Жоқ, құтыла ма, құтылмайды ма? Уже жайлап бір-бірінің ақшасын санай бастады. Біздің қазақтардың сол ғой, бір жерге кафеге келесіңдер, так, мына кафеде адам көп екен да, примерно қара, 10 столик болса, күніне әр столик 15 мың тауып отырса, кешке дейін де біреудің ақшасы сара. Еще бүйтіп қоясың ғой, жақсы поварларға төлесін, орыншыларға төлесін, налог төлесін. Жақсы пайда табады екен ғой. Осындай бір нәрсе ашып алмасақ, дейді да, тамақ ішіп біткенше кетеді үйіне барып сосын. Қарыздарына жеткізе алмай. Так, екінші айналым ба бұл? Нәтижесі үшінші айналым. Сая, үшінші айналымның нәтижесін қорытындылайықшы. Дұрыс па? Маған келдік қой. Жазира мен Айдарның сұрағы бар екен, ойна кешірші. Сая, екеуміз алжып жатырмыз, короче. Ал, Жазира ханым, енді сіз өз сұрағыңызға жауап беріп, 10 ұпай ұтып алып, ары қарай таза доходқа, пайдаға келетін уақытыңыз келді. Жалпы ақшадан, мысалы, үлкен сумманы жоғалтып алып, опық жеген кезіңіз болды ма? Қатты өкініп, қабая деп, өзіңнің... Соншалық үлкен сумма емес, бірақ менің қаржылық сауатсыздығымның кесірінен, вообще оның жоқ екенін аңғардым ғой мен. Сол кезде ақша жоғалттым. Мен бизнес бастаған болатын. Не бизнес? Бірден ақша салудан кірістім. Бұл онлайн магазин. Менің киімдерімнің коллекциясы болған.
және менің әшекейлерім. Әшекейлерді өзім қолдан жасаймын. Ол соншалықты бір не емес, қаржылық не талап етпейді, қымбат емес. Ал киімге мен ақша салғам. Қалай салдым, сол дүние түрінде тұр. Зат түрінде. Зат түрінде тұр. Онлайн магазин жабылып қалды ма? Иә. Мен ары қарай жүргізе алмаймын. Мен оны сыртқа шығып, мына зеленый базарға шығып сатпадым ба? Сол кезде ақша жоғалтқам. Орыс кемпірдің қасында тұрып алып. Мясорубка сатып тұрса. Журнал сатып тұрса 89 жылға. Дискілер сатып. Жазира, сізге сұрақ. Қаржылық қауіпсіздік үшін ай сайынғы кірістің қанша пайызын үнемдеуге кеңес бересіз? Қаржылық қауіпсіздік. Иә, финансовая подушка деген өте керек нәрсе. Иә. Сіз тем более опық жеген адам ретінде оны білу керексіз. Иә. Мен ойлаймын 20% деп ойлаймын. 20%. Иә. Бірақ сөйлесе тұрайық, вдруг сіз маған подсказка беріп қаласыз. Сіз деген мен жауабымды ала салып, сразу былай не істесе аласыз ғой, сосын мен маған секірейін деді ғой. Қарызынан құтылып алып, маған секірейін деді ғой бұл. Маған үндемей отырады, бәленбай қарыз болып тұрған кезде. Былай істейік, мысалы, сен айына 400 мың теңге табасың. 400 мың теңгеге курс сатып ақша таптың, е? Мысалы. Иә. 400 мың теңге сенде тұр, Иә. бір айға жетеді деп тұрсың. Аяқ астында бірдеңе болып қалған жағдайда 20% жете ме, 30% жете ме, әлде 40 па? Әлде жартысын алып қалу керексіз. Жартысын алып қалсаңыз, сенің әлі төлейтін квартплатаң бар, анауың бар, мынауың бар, тамағың бар. Дұрысы бойынша, заңдылығы бойынша қанша пайыз болу керек? Қауіпсіздік үшін ай сайынғы кірістің қанша пайызын? 50% ол көп болатын сияқты. 20% аз деп айтуға болады, бірақ егерде ол ай сайын жиналып келе жатқан болса, әжептәуір ақша жиналады. Бұл бір айлық минимумды біз айтайық. Иә. Өйткені Құдай сақтасын, ай сайын сізге қауіпті нәрсе келмей-ақ қойсын. Нақты әрі дұрыс жауап. Я 30, я 40. Я 30, я 40. Я 40, я 30. Екеуінің біреуі. Андай 30 сызықша 40% деген жауап жоқ па? Екеуі бірге ма? 30-40% деген болмайды. 30, 40, баташақ. 40. Айдар, сенің тек қате жауабын күтіп, капитал жинақсы келіп отыр. Қазір бәріңіз аш қасқыр болып бір-біріңізді талап атсыздар уже. Өткені бизнесмен санатына өттіңіз, инвестор санатына өтіп кетті екеуі. Кеттік, дұрыс жауап, нақты жауап? 40%. 40%. Қарсылық білдіріп капитал жинамайсыздар ма? Стоп, дұрыс жауап. Ай сайынғы табыстың. Мен білдім ғой. Біліп өттім мен де бір екенін айта алмай Мен неге көп деп ойлап қалдым? Білмеймін ғой. Сіз деген... Сіз қандай қауіп күтіп отқаныңызды білмеймін ғой мен. Сіз деген... Жазира өз сұрағына жауап бере алмай. Бірақ өзім жауап бердім ғой, минус 10 өзім жауапкершілік. жусанды шегердік капиталынан. Айдар мырза. Карточкадан басқа бола ма екен? Кеттік ал. Айдар. Сіздің жинақтық шотыңызда бұл жерде енді математика. Математикадан қалай болдың, Айдар? Онша емес. Онша емес. Математикадан Қабдол. жақсы болдың. Сіз, Сол үшін Элизат. қазір миллионерміздер. Сіз, Жазира, математикадан қандай болдыңыз? 4-3 болдым. 4-3. Осы жердегі 4 алғаныңды, 3 алғаныңды пайдалан. Сіздің жинақтық шотыңызда миллион бар деп елестетейік. Банк сіздің шотыңызға жылына 10% қосып отырады. Ақшаны шешіп алмаған жағдайда сіздің шотыңызда 5 жылдан кейін қанша ақша болады? 500 мың теңге. Яғни общий миллион салып отырсыз. 1,5 миллион. 1,5 миллион. Дұрыс, әрі нақты жауабыңыз ба? Нақты жауабым, иә. Банктың 10%-ына миллионнан 500 қосылады. 5 жылдан кейін сіз 1,5 миллион болып шешесіз, е? Кім қарсылық білдіре алады? 5 миллион 500 деп ойлаймын. 5 миллион 500. Нақты жауабыңыз ба? Нақты жауабыңыз. Дұрыс болса, сіз 20 жусан аласыз. Солай деп ойлап Дұрыс емес болса, минус 20 шегеріледі. Ладно, шегерілсін. Дұрыс жауап. Банктың пайызымен бөлек. Неге сондай оңай сұрақ? 1,500. Дұрыс, Айдар. 100 мың теңге Жоқ, ғой. неге оңай сұрақ? Мен 5 жылда дейтін, мен ойладым да, айына миллион салып отырады. Қабдол, өз жобалыңызбен минус 20 сізде. Айдар, сіз сұрағыңызға дұрыс жауап бердіңіз, плюс 10. Айдар, сіз қай жерде тұр едіңіз? Тесік қалтада? Ойбай, қалтасы бітеліп, бизнесмен санатына Сен ескек сияқтымыз, бәріміз бәп бірде отырады. Иә, ал, олай болса,
Саяхан. нәтижесі саяхан Өліп бара жатыр, саяхан өліп бара жатыр десесің. Сен неде болса оның алдындағы айналымға қарағанда осы айналымда кедейлендің сен. Дайын бол. Сая, тыңдаймыз. Үшінші айналым нәтижесі бойынша Қабдол мырзада плюс 30 жусан, Элизат ханымда плюс 10 жусан, Жазира ханымда минус 5 жусан, Айдар мырзада плюс 25 жусан. Плюс 25. О, әлі де капитал менде бойынша. 10 ғана ма? Иә, әлде Қабдол бізде алда болып келе жатыр. Көш бастап Айдар 25. Міне, минус 5 болды. Басында қаншама қарызға кіріп кетіп едім. Москвадан келе салып, Қазақстанға қарызға кіріп кеттім. Айтпаңыз. Жалпы, қарыз беру жағынан қалайсыздар? Қабдол, қарыз бере аласың ба? Бере аламын. Неге бересің? Енді проценті бар ғой десем. Жоқ, Ойнап айтамын. Неге бересің? Процентке беремін ғой мен. Неге бересің? Көмектескің келе ме? Көмектескенге болады ғой енді. Бәрімізге осындай ризық беріп тұр. Біз осылай деп. Мысалы, менің досым бар да, қарызға ақшаны беріп тастаған жақсы көреді. Неге? Оны капитал деп есептейді. Өзіне керек кезде ала ма сонда? Тұра берсін, 500 мың беріп қоя берейінші дейді да. Тұра берсін, кейін керек болып қалған кезде сол 500 мыңды ол маған береді дейді да, капитал қылып ұстайды. Мен айтамын, неге қыласың оны қарызға беріп? Банкке салып тастады десем, жоқ, банк кейде түнде істемей қалуы мүмкін дейді. Элизат, Ол да өзінің философиясы. иә, өзінің енді принциптері бар. Элизат, Уверен шығар. өзің ең адамнан көп қарыз алған ақшаң. Менің қарызым санамағанда. Банктан алғам 2 миллион. 2 миллион? Қанша жылға алдың? 2 жылға алдым. 2 жылға. Қанша пайыздық үстемемен? Білесіз ғой қай жақта ең көп екен? Болды, айтпай қойайын. Жалпы айына қаншадан төлеп отырдың? 131 мыңнан. Уақытында төледің ба? Мен жауып қойдым оны. Жауып тастадың, иә? Яғни кредит тарихың сенің тап-таза, иә? Өзің кімге қарыз бердің? Қанша бердің? Әр кезде әрқалай 500 мыңға дейін бердім. Обращайтесь. Ақша сұрауға болады екен, иә? Яғни ақ көңілсің. Кейін сол қарызды беріп алып, опық жеп, өз-өзіңе жының келетін кездер болды ма? Жоқ, мен өзі болады ғой, беретін сенімді адамдарыңды көрсең, сондай адамдарға берем. Шынымен де қайтаратын, шынымен де сенімді. Ал басқа бір танымайтын, бір берем ғой ертең де уже адам сұраған кезде де сөзінен түсінесің ғой. Түсу керек енді деп сөйтіп айтқан кезде, егер де точно айтса, менде осылай болады. Былай болады деп. Яғни сенімді адамға берген. Сенімді адамға. Жазира, сенің түріңе қарасам, сен вообще ешкімге қарыз бермейтін сияқтысың. Жоқ, Еще ешкіммен қарыз алмайтын сияқтысың. алып көргем. Мысалы, сен Бейонстың концертіне барған кезде кімнен қарыз қалдың? Бейонстың концертіне билет маған сыйлыққа келген. Ух ты, қай қалада болды? Швеция, Стокгольм. Стокгольм. Яғни Шенген виза алдыңыз. Иә, визаға, перелет ма, ұшаққа ғана төледім. Сонда далада жаттың ба Швейцарияда, Стокгольмда? Тұратын жеріме төледім. Кіммен бардың? Құрбым сыйлады маған. Құрбың сыйлады, құрбыңмен бардың ба, жалғыз өзің бардың Иә, ба? құрбыммен бардым. Құрбыңмен. Неге осындай концерттерге жігіттермен бармайсыңдар, құдай? Бірге романтика. Сол құрбым деп скрит айтып тұрады. Жоқ, ол кейін құрбым болып кетті. Ол Москвада маған актерскийден сабақ берген қыз. Иә. Яғни ол сенің өміріңде бір бұрылыс жасауға септігін тигізген. Иә. Сондай күшті өзінің несін Энергиясын берді. несін, иә, бөлісті солай. Айдар, сен ақшаға қатты сияқтысың ба? Қатты сияқты. Мен қарызға бермеймін, бірақ қанша бере аламын, бірақ қайтпайтындай беремін да. Кейін сұрамайтындай ма? Сұрамайтындай принципім бар. Өкінбейтіндей қарыз бересің ба? Иә. Мысалы, сен үшін өкінбейтін сома қанша? Әр кезде әр қалай. Өкінбей жүре бересің ба? Сондай жақсы көретін адам болса беремін, иә. Өзің қарызға алмайсың? Алмауға тырысам. Тырысасың? Иә. Соңғы рет қарызға? Соңғы рет қарызға 1 жыл бұрын алған шығар. Бір жыл бұрын неге алдың сен? Раузада түсіп аттың, гонорарың. 1 жыл бұрын түскен жоқпын. 2 жыл бұрын ғана түстім. 2 жыл бұрын ғана түстің, иә. Тамаша. Жалпы менде бір достарым бар, принциптер. Мен ешкімге қарыз бермеймін, ешкімге қарыз алмаймын дейтін адамдарға ренжиді кейбір достарым. Өзі сондай бір ситуацияға түспейтіндей неге өзінше кердеңденеді дейді да. Ал досым айтады, менің табыс келіп отырған энергияның потогы мен біреуге бұрып жібергім келмейді. Мен ақшаның энергия массасын сыйлау керекпін. Ол маған ғана келіп жатыр. Мен оны
қабылдап құрметтеуім керекпін деп қуады өзінше ана досым. Шынымен Сөйтіп де тұрып маған ақшаның өткенде маған энергетикасы қарызға бар ақша ғой. берші деп тұр ғой. Өзінше болып отырды ғой десем. Ал ары қарай жалғастырайық. Ойын барысы қызық болып жатыр. Жалпы осы ойыннан ләззат алып отырсыздар ма? Әрине. мен алып отырмын. Мен напрягаться етіп отырмын. Элизат, напрягаться етпе. Сен напрягаться еткен сайын сенің Потогың жабылады ақша жолың жабылады, ашылады. Бағана мысалы оның алдындағы бір ойыншы минус 55-ке кетіп қалған ғой. Вообще ойланбай. Давай, рисковать ете берейінші. Мен айтамын, неге рисковать етіп жатсыз десем, менен көбісі минус 55 капиталы жоқ болғасын менен жиіркеніп отқан шығарсыздар дейді да. Олай ойламаңыздар. Мен дейді сабақ алып отырмын дейді. Ойында сабақ алып отырмын. Әрине. Көрдіңіз ба? Жалпы ойындағы адамдардың ақшаға деген мінезі рискке бара алмай ма, өзінің интуициясына сене ме, сенбей ме, дәл осы ойын болғанменен ол өмірде де солай екен. Сіздің қазіргі қаржылық состояниеңіздің характері осы жерде білініп отыр. Кеттік ал. Сұрақ. Несие тарихыңызды қалай тексеруге болады, Қабдол? А. Егов электронды үкімет порталы арқылы бірінші несие бюросының www.ikb.kz сайтынан да алуға болады. Б. Мемлекеттік кредиттік бюро сайтынан барлық нұсқада дұрыс. Несие тарихын Қалай тексеруге болады? Мысалы, Қабдолдың несие тарихы машинаға несие алды, төлетіп тастай алды ма? Машинасыныкін, телефондыкін төлей алдым. Сен айфоның әлі біткен жоқ қой, 4 ай қалған жоқ па әлі, иә? Жоқ, Еговтан да білуге, ода да бүкіл нелер бар ғой, ақпараттар, көп ақпараттар бар Еговта. Егов электронды үкімет порталы. Оны білмей тұрмын, екінші WUICB дейтінді оны біліп тұрған жоқпын мен. ICB емес пе? IKC ме? IKB. .kz. 30 секунд уақытыңыз өтті. Ана Еговта сотталғандар бәрі көрсетеді ғой да. Сұрақ қоюға бола ма? Сотталған болсам көрсетеді. IKB қалай аббревиатурасының тарқатылуы ма? IKB. Айтыңыздар. International Credit Banking ба? Мен де солай ойладым. Мүмкін одан да қарауға болатын шығар негізі. Бізде не мемлекеттік кредиттік бюро бар ма не? Болып қалуы да мүмкін. Бізде мемлекет те бар, кредитіміз де бар. Несие тарихындағы қалай тексеруге болады? Соңғы әрі нақты жауабым, Қабдол. Еговтан тексереді деп қатты сеніп тұрған жоқпын. IKB мемлекеттік... А, Б, В қайсысы? Сонда кредит тарихын ешқашан тексермегенсің ба сен? Мен неден тексерем? Кәдімгі онлайн тексерем. Онлайн тексересіз, иә? Онлайн тексерем. Онлайн ол қандай портал арқылы сізге көмектеседі? Приложение арқылы. Приложение. Енді приложениені сіз қайдан алып отырсыз онлайн кіріп отырсаңыз? Жауап бер бол тез. Бала. Бюро сайты дейтін оғандай ол. Сайтқа А, Б, В. Нақты сұрағыңыз, жауабыңыз. Приложение ол сайт емес қой, сайт бөлек қой. Жауабыңыз? Давайте барлық нұсқа дұрыс. Стоп. Қарсылық білдіре аламыз ба? Капитал жинамаймыз ба? Дұрыс жауабы. Қарсылық. Стоп. Барлық нұсқа дұрыс. Барлық нұсқа дұрыс. Бітті. Жауап қабылданды. Қабдол, сен қай жерде отырсың? Мен неде отырмын? Инвестор болып отырмын. Инвестордасың. Ақсын ба? Жоқ, инвестордан меценатқа өтті, плюс 10. Элизат қайдасың сен? Элизат қайдасың? Негізі интуитивно Инвестор. жақсы. Единственный инвестор қыз Элизат. Сұрақ сізге. Банктер қарыз беру туралы шешімді қалай қабылдайды? Мысалы сіз келдіңіз, маған кредит беріңізші дейді. Не үшін қабылдайды? Басында қарызың болмаса береді. Қарыз алушының кредиттік және төлем қабілеттілігін бағалайды. Соңғы 6 ай ішінде зейнетақы аударымдарын тексереді. Банктер клиенттің борышын жүктемесін есептейді. Осы айтылғанның барлығы орындалады. Иә, негізі бәрі орындалады ғой. Барлығы орындалады. Дұрыс па? Нақты жауап па? Қарсылық білдіреміз ба, білдірмейміз ба? Дұрыс жауап. Кеттік. Осы айтылғанның барлығы орындалады. Инвестордан меценатқа. Екеуіңіз бірге келе жатсыздар. Ақшаның энергиясы көтеріп келеді. Плюс 10. Ай, жазира. Минус 5 жусаңыздан құтылып, сіз күшті капитал жинасаңыз екен. Сұрақ. Банк қызметкері сізден картаның жарамдылық мерзімі және CVV коды сияқты ақпаратты сұрауға қандай жағдайда құқылы? Сіз бизнесмен санатындасыз. Сізге жауаптардың нұсқасы берілмейді.
Қандай жағдайда сұрай алады? 30 секунд уақытыңыз бар. 20 менде секунд қалды. бірде бір жағдайда да олай сұрап көрмеген. Мне кажется, олардың құқы жоқ. Жоқ. Сұрауға Сұрақ ма? бола ма? Жалпы негізі банкте отырғанда ма, филиалдың өзінде әлде қалай? Жалпы. Жалпы. Мен банк былай Жазираны тыңдайық. өзімнің опытыма сенсем, мен тәжірибеме сенсем, мен бір ретте ол кодты банктың қызметкерлеріне айтып көрмегем. Менің білуімше, телефон арқылы неше түрлі алаяқтар солай сұрайды. Өзің сұраға өзің жауап беріп отқан сияқтысың. Олардың құқығы жоқ сияқты. Менің ақша аударымдарымның арасында өзгерістер болып жатқан кезде банк қызметкерлері менен сұрау үшін Стоп. Жауап қабылданды. Қарсылық білдіреміз ба? Дұрыс жауап. Ешқашан бұл құпия ақпарат және банк қызметкерлерінің оны білуге құқығы жоқ. Мен білдім ғой. Сенің тәжірибеңде өтті ғой, сен өзің жауап беріп отырсың деп мен саған бағана айттым ғой. Жазира, сен өз сұрағыңа өзің жауап беріп отқан сияқтысың дедім. Мен неге тыңдамайсыңдар құрғырды? Тыңдасаңдаршы. Өкінішке орай бизнесмен санатында сіз қала бересіз. Яғни алаңымда Құдай, енді адам болып жатқан кезде тіпті мен суон. Тұрам ба деп Айдар. То білесің енді. Жұмыс басты адам категориясына кім кірмейді? Қалай? Жұмыс басты адам категориясына кім кірмейді? Мысалы, мен қазір жұмыста отырмын. Мен жұмыс бастымын. Мына кісі жұмыс басты болып келді. Москвада жүр. Жұмыс бастысың ба, үйдесің ба, жұмыстасың ба? Істемейтін адам келеді шығар. Жұмыс істемейтін адам. Неге істемейді ол? Қабдол, неге жұмыс істемейсің, а? Жатып ішер. Көп балалы ата-ана. Көп балалы аналар. Инвалид. Тұра тұр, асықпа. Бұл Айдардың Бірнеше категория ма бұл жерде? Бірнеше категория ма? Ауқымды жауап бере берсеңіз болады. Біреу болмаса біреу жауап онда береді. инвалид, көп балалы ана, көп балалы әке. Ауру адам. Қабілеті нашар ауру адам, науқас адам, Науқас адам және пенсионерлер. зейнеткерлер. Дұрыс жауап па? Иә. Қабылдаймыз ба? Иә. Қарсылық білдіреміз ба? Біз почитать. Ұпай жинаймыз ба? Өзің көмектестік Жоқ, қой. жоқ. Деп ойлап отырмын. Стоп. Ақшаны ұтып атсаң бөлісесің. Иә, стоп. Дұрыс жауабы газет, журнал сатып ақша табатын жас өспірім. Неге сіз бізді заблуждениеға вводить етіп жібердіңіз? Енді менің мақсатым сол, менің банкымнан ақша шықпау керек қой. Мен сендер бәрің ақша тарататын болсам, нем Газет, қалады? журнал сатып ақша Былай табатын істейік, жас сіз нақты жауап бермедіңіз, бірақ жауабыңыз кішкене осыған келді. Плюс 5 сізге қосамыз, бірақ өзіңіздің алаңыңызда қала бересіз. Сіз қай алаңдасыз? Бизнесмен. Бизнесмен алаңыңыздамыз. Тамаша. Сая, осы айналымның қорытындылайықшы. Қорытындысы не болып жатыр? Элизат ұтып атыр деп. Ал кеттік. Төртінші айналым бойынша Қабдол мырзада плюс 40 жусан, Элизат ханымда плюс 20 жусан, Жазира ханымда плюс 5 жусан, Айдар мырзада плюс 30 жусан. Ал құрметті көрермендер, Байлайк бағдарламасы біздің тұрақты серіктесіміз Жусан Банк. Біздің бағдарламаны көріп отырсаңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, бізбен бірге белсенділік танытып отырыңыздар. Ендігі кезек меценаттан Жусанға бірақ сұрақ болады. Қазір кім бірінші Жусанға өтеді? Ойын барлықтарыңызға тоқтайды да, Жусанға өткен адаммен финал ойнайтын боламыз. Жібермейік. Ал Қабдол мырза, сіз меценат алаңындасыз. Шүкір. Жусан алаңына өтуге бірақ сұрақ қалды. Бір Бәріміз сұраққа жауап беруіміз берсеңіз. керек па? Жоқ. Егер де жауап бере алмай қалса, екінші сұрақ сізге келеді. Меценатқа жауап беріп, Жусанға өтіп кетсеңіз, финалды сізбен ойнаймыз, Элизат. Сұрақ. Мемлекеттің, компанияның, отбасының бір жылға кез келген уақытқа белгіленген шығындар мен кірістердің жобасы А. Бюджет, Ә. Жоспар, Б. Смета, В. Салық. Мемлекеттің, компанияның, отбасының бір жылға кез келген уақытта Меніңше бұл оп-оңай сұрақ. бір жылға белгіленген Өткен біз шығындар үнемі естіп отырамыз бұны, жаңалықтардан болсын. А. Бюджет, Ә. Жоспар, Б. Смета, В. Салық. 20 секунд уақытыңыз қалды. бюджет пен салық дейтін ұнап тұр маған тек екеуі. Бюджетте де болады, бюджетте осы. Енді кез келген семьяның өзінің капиталы болады, мемлекеттің бұны енді біз не деп атауымыз Салық дейтін не етеді? Салық. Салық деген налог. Налог.
соның қысқартылатыны салық саны Смета, салық, жоспар, бюджет. салық деп ойлаймын. Қысқа мемлекеттің жоқ налог. Салық деген қалай ол? Отбасыға бірақ салық төленбейді. Смета деген не еді? Смета деген ол айтады ғой, мысалы, осындай бір проект жасайын деп жатырмын. Ақшасы қанша болады? Осындай ақша кетеді. Так, енді жоспар шығар. Мемлекеттік компанияның Бұл Қабдолдың сұрағы. компанияның отбасында. Уақытыңыз бітті, Қабдол. Жауап отбасының кішкене андай не үшін қысқарылады, короче, отбасының ақшалары, компанияның ақшасы не үшін бір жылға қысқарылады, потому что бізде ақша көбею керек қой, андай өзінің жоспарлары бір немесе болып тұр по-любому. Деп ойлап тұрмын ба, деп ойлап тұрмын. Смета мен жоспар келіп қалған сияқты болып қалды. Бюджет дейтін ақша ғой конкретно. Бюджет онда. Деп ойлаймын. Нақты соңғы жауабыңыз бюджет. Бюджет. Қарсылық білдіреміз бе? Ойбай, өзіңнің дұрыс жауабыңда жүріп, әйтеуір бір жауапты таңдадың, соған неғып ұрынғаныңды, өзің сұрағыңа өзің жауап беріп отырсың ғой негізінде. Құдай, өйстіп адам, мен ешқандай қарсылық білдіріп, ешқандай сөз айтпасам да, өзімен өзі шаталат адасып. Дұрыс жауабы. Молодец. Айтады ғой, биылғы бюджетті игере алмай қалды. Қазақстан Республикасының 2023 жылға бюджеттік жоспары деп жатады. Бітті, сіздер үшін ойын тоқталды, жігіттер. Жусанға өттік, финалист. Өткізіп жібересіз, пожалуйста. Екеу күшті бірдей түсетін отырсыншы. Сен іштіге істемейсің, сен тек дұғада бол. Жусан банкі. Енді бізде финал. Бізде Қабдолдың сая капиталы жинаған 40 Жусан. Сұрақ қойылады Қабдол, бірақ рет. Жоқ, жаңағы мен медитаттан Жусанға өтіп өткен жоқпын, оған плюс 10 қайда. Анан қара, ақша санай бастады. Жалмауыз. Құнығып баратыр. 50 Жусанмен, капиталмен Жусанға келді. Есіңдер ме? Анан қара, сәл қате санасаң бар ғой, андай адам сен. Әмшеге арыз жазып, сот тақсып, татмай 8-де. Сот ашылмаса да сонның алдында тұратын бірлер бар, тура солай тұр ғой. Ал, кеттік. Жусан алаңы бір сұрақ қойылады. Сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, капиталыңыз 2 еселенеді. Дұрыс емес болса, сол капиталмен қайтасыз. Қазақстан қашан дүниежүзілік банкке мүше болды? А. 1990, Ә. 1992, Б. 1994, В. 1995. Қазақстан есіңізге салып қойған 91 жылы тәуелсіздік алды. Декабрь айында, желтоқсанда. Болды, одан артық мен сізге 93 жылы теңге болды. 93 жылы теңгені алдық деген жаңа ақпаратты ие болдық. Соны естіп алдық қой. Енді теңгені алғаннан кейін дүниежүзілік банкке қарай мүше ол теңгені не істегеннен. Не айтайыншы? Сіз айта алмайсыз, өкінішке орай. Жусан алаңына өткен қонақтарға, финалистерге қалған қонақтарымыз қатыса алмайды. Пікір де білдіре алмайды. Өйткені ол финалда жалғыз өзі. 92 или 94. Бүйтеді қызыма, нақты жауабын саған айтып көмектесем, жарысын бөлесің. Жарысын бөлесің ба? Я болмаса бір кафеге алып барып, маған кальян алып берді. Қазір мен мына атсам 80. А. 90, Ә. 92, Б. 94, В. 95. Мен ойымша жаңа теңге қырылмастан бұрын бұл нені істеп, дүниежүзілік банкке мүше болып, содан кейін барып теңге шықты. Немесе теңге шыққаннан кейін барып 94 жылы дүниежүзілікке қарай қосып. Өте әдемі келе жатырсың. Ал енді осы жерде логикаңды, интуицияңды, тәуекелділігіңді. Сен түйсігіңді тыңдашы, сен түйсігіңді тыңдашы, түйсігіңді емес. Түйсігіңді негізі жақсы айтып жатыр. Бұл негізі теңге жоқ. 92. Нақты әрі соңғы жауабыңыз. Нақты әрі соңғы. Стоп. 50 капиталмен Жусан алаңына келген, финалға келген Қабдол қазір сұраққа жауабын берді. Дұрыс сұрақтың жауабын білетін боламыз. Кеттік ал. 92! Шабалақ құрмет, қошеметіңіз Қабдол! Ей, бәрекелді, Жусан алаңының жеңімпазы, Байлайық бағдарламасының жеңімпазы, біздің тұрақты серіктесіміз Жусан банк, шын жүректен біздің финалға өткен Қабдол қонағымызды құттықтайды, және де финалға жеңіске жеткен Қабдол мырзаға Жусан банктың атынан сыйлық, және де біздің
қонақтарымызға да, қатысушыларымызға да біздің тұрақты серіктесіміз Жусан банк сіздерге керемет сыйлығын дайындап қойды. Олай болса, менің әріптесім Сая финалистерге, қатысушыларға әдемі сыйлығымызды табыстайықшы. Ой, Қабдол, мен түк білмеймін, қаржыда топаймын деп алып. Қарасайшы, қалай істеп отқанымды. Жоқ, ана кішкене ойланып не істесе логично күшті екен. Енді қара, бұл бағдарламада біздің алған әсерімізді айтайын ба? Біздің миымыз ауырып қалған жоқ. Көбісі айтады, миым ауырып кетті. Миың демалып жатыр. Өйткені сенің миың жұмыс істеп жатыр. Сен санадың, ойландың, логикаға жүгіндің, тәуекел еттің, интуицияға жүгіндің. Яғни сен бүткіл сенің настроениең бұлай бір қалыпсыз андай состояниеда болды да, жеңіске жеткен адам қазір эйфория состояниесінде және де қуаныштан эндорфиндер шашылып жатыр түкірікпен бірге. Сая, келе ғой. О, шабала, құрмет, қошемет. Бұл Жусан банктың сый-сияпаты. Финалға жеткен адам. Сейф, Қабдол. Сенің жаңа үйіңе сейф. Және де сейфтің есігін ашайық. Бүгінгі 50 Жусан капиталды екеселеген 100.000 капиталыңыз, теңгеңіз. Ішінде карточкасы бар, Жусанның карточкасын алыңыз, қолыңызға ұстаңыз. Бұдан былай сіз Жусан банктың тұтынушысыз, клиентсіз. Және де бүгінгі тапқан капиталыңызды осы карточка арқылы теңгеге аудара аласыз. Артында 3 таңда қайда? Кет көзіме көрінбей. Бұл сейф сізге сый-сияпат. Шынымен де ма? Еді, келген қонақтарымызға да сый-сияпат. Сая, рұқсат болса. Ана жаңа наличкін бересіздер ода? Еді. Ал, құрметті біздің қатысушылар сіздерге қатысып, өздеріңіздің тәжірибедегі пікірлеріңізбен алмасқандарыңыз үшін қаржылық сауатты арттыруға өздеріңіздің септіктеріңізді тигізгендеріңіз үшін баршаңызға осындай Жусан банктың атынан керемет сый-сияпат. Құрметті достар, бұл бағдарламаға қай қонақты шақырайық, пікір жазыңыз, лайк басыңыз. Байлайк бағдарламасы әр қазақ бай болуға лайықты, әр қазақ қаржы саласында сауатты болу керек. Сол кезде біз байлыққа үлкен жетістікке қол жеткіземіз. Біз қоштаспаймыз. Келесі кездескенше күн жақсы. Сау болыңыздар. Рахмет. Сұмдық болды. Эйфория болды ғой, Сасай. Кел, суретке.